Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен кестелі құймақ жасайтын боламыз, яғни ажурный блинчики. Өте әдемі және өте оңай дайындалады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызды алып, 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне кішкене тұз және де 2 ас қасық қант қосамыз. Тәттірек болған қаласаңыздар 3-4 қасық қосуға да болады. Енді жақсылап араластырамыз. Бір керкі болса болды, көпіртудің қажеті жоқ. Енді үстіне салқын сүтімізді құямыз. Мөлшерлердің бәрі осы видеоның астындағы описаниясында жазылып тұрады. Араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Венчикпен тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Бір керкі масса шығуы қажет. Енді үстіне 150-200 мл қайнап тұрған су қосамыз. Тезірек араластырамыз. Бізде сұйық қамыр шығуы қажет. Егер қою болып кетсе, тағы да қайнаған су үстіне құйып, сұйықтау қамыр жасаймыз. Енді қамырымызға 1 ас қасық сұйық май қосамыз да, тағы да венчикпен араластырып жібереміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді 10 минутқа осылай қойып қоямыз. Енді мен ыдысқа сұйық май құйып, салфеткамен батырып аламын да, және жаңағы құймақ пісіретін табамызға жағып шығамын. Осылай өте ыңғайлы. Табамызды қатты қыздырамыз. Бұл кестелі құймақтың ерекшелігі бізде қатты қызып тұрған табада пісуі қажет. Егер қатты қызбаса, онда бізде жаңағы кестелі болып шықпайды, яғни ажурный болып шықпайды. Сол себептен қатты қызып тұрған отта пісіріңіздер. Осылай әдемі болып шығады. Екінші жағын пісіріп аламыз енді. Достар, егер видео рецепт ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды, достар. Өте әп-әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер және комментарийға қалай болып шыққаны туралы жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Келесі кездескенше, достар, сіздермен болған Әйгерім.